Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге бірінші алғаш рет дайындағаннан мінсіз болып шығатын сметанник пирогының рецептін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бірінші ыдысымызға ұнды, қантты, оның үстінен разрыхитель қосып, жақсылап араластырамыз. Оның үстінен сары майымызды қосып, қолмен үгітіп крошки жасаймыз видеодағыдай. Осы крошкидің үстінен енді бір жұмыртқамызды салып қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін салафанға немесе пищевая пленкаға орап, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді начинкасына қаймақ, қант, жұмыртқа, осы үш затты венчиктің көмегімен араластырамыз. Бір-біріне біріксе болды, оны көп араластырудың қажеті жоқ, миксер еш нәрсе қолданудың қажеті жоқ. Менде осындай форма, жан-жағын осылай фольганың көмегімен астын орап қоямын, және жаңа дайындаған тестамызды алып екіге бөліп, біріншісін төмен жағына осылай астына төсейміз. Екіншісімен жан-жағына бортик жасап шығамыз. Енді осы начинкамызды осының ішіне құямыз, жан-жағын вилкамен әдемілеп аламыз. Және қызып тұрған пеште 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің сметаннигіміз дайын. Суығаннан кейін, толық суығаннан кейін бірақ шешеміз формадан, әйтпесе ортасы қатпай қалады. Пирог өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіз. Видеоны лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.